Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге дәл KFC-дегідей болып шығатын тауық қанаттарының рецептісін ұсынбақпын. Сіздерге дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. 100% ұнайтындығына сенімдімін. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Біздер ең алдымен осы тауық қанаттарының керек емес жерін алып тастап, екіге бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай осы шетін бөлсе өзінің ортасынан бөлінетін жері көрініп тұрады. Осылай барлығын бөліп алғаннан кейін енді маринаттауға кірісеміз. Біздерде құрамының барлығы описаниеде мөлшермен көрсетілген, сол жерден қарасаңыздар болады. Осылай маринаттың суын, майын және дәмдеуіштерін салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, кем дегенде 6-7 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін осыншама уақыт өткеннен кейін тауық қанаттарымызды ең алдымен ұнға аунатып аламыз. Одан кейін өте салқын суда 30 секундтай ұстаймыз. Бірақ 30 секундтан аз немесе көп ұстасаңыздар дұрыс шықпай қалады. Дәл 30 секундта қарап тұрып алсаңыздар, тауық қанаттарыңыз сіздерде де өте дәмді, өте күшті болып шығады. 30 секунд өткеннен кейін осы тауықтарымызды алып, қайтадан ұнға аунатамыз. Одан кейін осы тауықтарымызды қатты қызып тұрған майда 9-10 минуттай қуырып аламыз. Осылай осы 10 минуттың ішінде 2-3 рет араластырамыз. Одан кейін піскеннен кейін тауық қанаттары майдың бетіне шығады. Сол кезде сүзіп ала берсек болады. Басқа да тауық қанаттарын дәл осылай дайындап аламыз. Мінекей, біздерде тауық қанаттарымыз дайын, өте тез дайындалады, оңай дайындалады, дәл KFC-дегі тауық қанаттары секілді дәмді болып шығады. Сіздерге дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, каналыма тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.